физикада 2 порция лагман деген формуланы естігенсіздер ма? Соған арналған бір есеп шығарамыз. Так, математикалық маятник 35 секундта 60 сербеліс жасайды. Ал мынау бізде математикалық маятник. Осы математикалық маятниктің ұзындығын табуымыз керек. Ұзындығы L. Математикалық маятниктің тербеліс периоды 2π түбірасында L бөлінген G. Бұл 2 порция лагман деген сөз. Сонда мына жағын квадраттаймыз, сосын мына жағын квадраттаймыз. T квадрат тең болады 4π квадрат L бөлінген G. Осы жерден L-ді табу үшін G-ді біз былай қарай көбейтеміз. T квадрат көбейтілген G бөлінген 4π квадрат. Период T бөлінген N. 30π-ді бөлеміз 60-ға. Π бөлінген 2 шыға деген. Периодтың мәнін мына жақтағы T-ның орнына қоямыз. Сол кезде L тең болады π квадрат көбейтілген 10 бөлінген 16 π квадрат болады екен. Π квадраттар қысқарады. 0,625 метр шығады. 62-де 5 сантиметр.